Тәспі аударсаңыз ауырмайсыз. Тәспінің қасиеті мен пайдасы жайлы не білесіз? Бірінші, жолыңыз ашылмай, жоспарларыңыз кері айналып, қатты ашуға булыққанда, Субхан Аллах деп тәспі аударыңыз. Тәспіні ұстаған адамның мінезі жайдарлы, сабырлы болады. Екіншіден, тәспі адамның қолында тұрғандықтан, оны аударғанда алдымен саусақтар қимылдайды. Ал саусағы жиі қимылдайтын адамның миы тынығып, ойы жақсарады. Үшіншіден, әсіресе жүрек қан тамырлары ауруына шалдыққан адамға тәспі аударғанның пайдасы зор. Саусақтың жиі қимылдауынан адам ағзасындағы қан айналымы жақсарып, жүрек қан тамырларының жұмысы ретке келтіріледі. Төртіншіден, бас бармақ мидың жұмысын ретке келтіреді, жұмысын жақсартады. Сұқ саусақтың жиі қимылдауы іш ауруларын басады. Ортаңғы саусақ қимылы асқазан ішек жолдарын жақсартады. Төртінші саусақтың жиі қимылда болғаны бауырға жақсы көмектеседі. Ал кішкентай саусақтың қимылы жүрекке жақсы әсер етеді. Бесіншіден, қатты сырқаттанып, мазасызданғанда тәспіні екі қолыңызға алып аударсаңыз, көңіл күйіңіз жақсара түседі. Алтыншыдан, қолы немесе саусағы шығып кеткен сынған адамдар тәспіні жиі аударатын болса, зақымданған жері тез арада іске қосылады. Жетіншіден, үлкен кісілермен немесе басшылармен сөйлесерде қобалжитын болсаңыз, қолыңызға тәспі ұстап, оны аударып отырыңыз. Бұл сіздің ойыңызды тыныштандырып, орынды сөйлеуіңізге ықпал етеді. Сегізіншіден, тәспі аударып отырған адам көз тиюден сақтанады. Өйткені бөтен адамдар оның бойындағы ерекшеліктеріне емес, қолындағы тәспісіне назар аударады. Ауырмаңыздар.